Футбол командалы ойын. Бірақ кейде жалғыз бір ғана ойыншының бір ғана жасаған қателігі ойынға тікелей кері әсер етіп, әріптестерді жерге қаратады. Миллиондаған жанкүйерлердің көз алдында болған сондай сәт кейін жылдар бойы талқыланып, еске алынады. Бірі күлкіге қалады, бірі көз жасына ерік береді. Мұндай сәттерден ешкім сақтанған емес. Әрине қателеспейтін адам жоқ. Сол себепті де футболда қателіксіз болмайды. Футбол қателіктерден тұратын ойын. Бәрі білетін Роналду мен Мессилердің өзі де талай рет оңбайға тиісіп күлкі мазаққа айналған. Кейде қақпашы қолында тұрған допты шығарып алады, кейде шабушы бос қақпаға гол соға алмай қалады. Сонымен футболшылар жіберген ең өрескел қателіктер жайында сөз қозғамақпын. Видео басталмай тұрып, қазақ тілді футбол контентін қолдап арнаға жазылып, және видеоға қолдау ретінде лайк басуларыңызды сұраймын. Олай болса, бастадық. Куртуа. Біздің бүгінгі топтама Тибо Куртуаның өрескел қателігінен басталады. 2023 жылы Чемпиондар Лигасының 8-1 финалдық кезеңінде Ливерпуль өз алаңында Реалды қабылдады. Ливерпуль ұжымы кездесуді өте қарқынды бастап, 4-ші минуттан ақ есеп ашты. Бұдан санаулы минуттар өте бергенде, 14-ші минутта әріптесінің артқа қарай асырған пасын қабылдау кезінде бельгиялық тәжірибелі қақпашы Куртуа аяғындағы допты басқара алмай қалып, салдарынан Мохамед Салах бос қақпаға оп-оңай гол соғып кетіп, есеп 2-0-ге жетті. Дегенмен Куртуаның бұл өрескел қателігін әріптестері жуып шайып, мадридтіктер сырт алаңда Мерсисайдтық ұжымды 2-5 есебімен талқандады. Нойер. 2018 жылғы әлем чемпионаты Германия құрамасы үшін өте сәтсіз аяқталды. Сәтсіз аяқталғаны сондай олар тіпті топтан да шыға алмай қалды. Топтық кезеңінің ең соңғы турында Германия Оңтүстік Корея құрамасына қарсы ойнады және топтық кезеңнен шығу үшін немістерге тек қана жеңіс қажет болғантын. Қағаз жүзінде Оңтүстік Кореяны жеңу оларға соншалықты қиын емес нәрсе болып көрінді, алайда іс жүзінде бәрі басқаша болды. Толық ойын бойы толассыз шабуылдаған неміс құрамасы қарсылас қақпасына бір гол соға алмады. Атаңызға айналған тәжірибелі қақпашы Мануэль Нойер матчтан соңғы секундтарында үлкен тәуекелге барып, өз стилінде қақпасын бос тастап, қарсылас айып алаңына дейін шығып кетіп, қателікке бой алдырды. Корея ойыншылары бос қалған қақпаны дәл көздеп, Германия құрамасын турнирмен қош айтыстырды. Құрметті көрермендер, бірер секунд назар аударсаңыздар, видеоларымызды тамашалайтындардың көбісі әлі де біздің арнаға тіркелмеген екен. Сіз де солардың қатарындасыз ба? Егер видео ұнап жатса, дәл қазір арнаға жазылып, лайк басып жіберулеріңізді сұраймын. Қазақ тілінде футбол жайлы сапалы контент жасау сіздердің қолдауларыңызға тікелей байланысты. Біле жүріңіз, сіздің әрбір лайк басып тіркелуіңіз біз үшін үлкен мотивация. Стерлинг. 2020 жылға ешбір жанкүйерсіз қаңыраған бос стадиондағы футболдар естеріңізде ме? Сол жылғы турнир ковид індеті салдарынан ерекше форматта өтті. Әдетте Чемпиондар Лигасында командалар бір емес екі рет кездеседі. Алайда дәл сол жылы барлығы бір ғана ойында шешілетін болды. Ширек финалда Манчестер Сити мен Лион командалары кездесті. Көпшілік үшін Манчестер Сити бұл ойынның басты фавориті саналды. Алайда француздық клуб бәрін таңғалдырды. Матчтан 80-ші минуттарында Лион 1-2 есебімен жеңіп жатты. Және 86-ші минутта Ситидің ойыншылары, дәлірек айтқанда Рахим Стерлинг, таразы басын теңестіретін 100 емес 200% мүмкіндікке ие болды. Алайда шабуылшы қарсы алдында тұрған бос қақпаға гол соға алмай қалып, топ аспанға ұшты. Бұл қателік Ситиді Чемпиондар Лигасымен қош айтыстырды. Лион тағы да бір гол соғып, сенсациялы түрде жартылай финалға өтті.
Өткен видеода жасырылған футболшыны мына көрермендеріміз дұрыс тапқан екен. Мансабындағы өнер көрсеткен командалары арқылы жасыратын келесі футболшымыз назарларыңызда. Алғаш дұрыс тапқандарды келесі шығарылымда көрсетіп жариялайтын боламыз. Кепа 2019 жылғы Ағылшын лигасы кубогының финалында Челси мен Манчестер Сити командалары күш сынасты. Ұзаққа созылған ойынның толық 120 минуты бойы гол соғылмай, шешуші пенальти сериясы жақындаған тоста бас жаттықтырушы Маурицо Сарри қақпада тұрған Кепа Аризабалаганың орнына пенальти қайтаруға шебер Вилли Кабалероны шығармақ болады. Дәл сол сәтте барлығын аң-таң қылған эпизод орын алды. Испандық қақпашы бапкерге қарсы шығып, алаңнан кетуден бас тартты. Итальяндық маман қатты ашуланып, сәл болмағанда ойын аяқталмай жатып стадионнан кетіп қала жаздады. Жанкүйерлер мен ойыншылардың бәрі аң-таң. Ақыры ойын жалғасты. Пенальти сериясында Челси 3-4 есебімен жеңіліске ұшырады. Өзіне тым көп алған Кепа сол ойында тек бапкерді ғана емес, бүкіл команданы ұятқа қалдырды. Мессидің Аргентина құрамасындағы мансабы аса үлкен қиындықтарға толы болды. Ірі турнирлердің финалына келгенде Аргентинаның жолы бола бермейтін. Соның бірі 2016 жылғы Копа Америка турнирінің финалда Аргентина мен Чили құрамалары күш сынасты. Ойынның негізгі және қосымша экстра таймдарында гол соғылмай пенальти сериясы орын алды. Месси үшін бұл турнир өте сәтсіз аяқталды. Пенальти сериясында өз құрамасының бірінші соққысын орындауды өз жауапкершілігіне алған Лео Месси өз елінің жанкүйерлері мен әріптестерін ұятқа қалдырды. Месси тепкен доп аспанда қалықтады. Түбінде пенальти сериясында Аргентина 2-4 есебімен есе жіберіп, осымен екінші жыл қатарынан финалда жеңіліске ұшырады. Месси бұл ойыннан кейін тіпті ұлттық құрамасындағы мансабын аяқтайтынын мәлімдеді. Дегенмен уақыт өте келе шешімін өзгертті. Рамос 2012 жылғы Жозе Мауриньоның тізгіндеген Реалы аузын айға білеген мықты команда болатын, және дәл сол кезеңде олар кез келген қарсыластың қорқынышы болатын. Чемпиондар лигасының жартылай финалында мадридтіктер өз алаңында Бавариямен теке тіресті. Бірінші матчта мюнхендіктер 2-1 есебімен жеңіске жеткен болатын, және мадридтіктерге өз алаңында 2 доп айырмасымен жеңу керек болды. Реал ойынның 14-ші минутының өзінде Баварияны 2-0 есебімен сенімді түрде жеңіп жатты. Алайда қарқындары бәсеңдеп кездесу 2-1 есебімен аяқталып, жеңімпаз пенальти сериясы арқылы анықталатын болды. Пенальти сериясында Реалдың кіле мықты ойыншылары мүлт кетіп жатты. Роналду мен Кака екеуі де Нойерге гол соғылмады. Ең сұмдығы Серхио Рамос аса өрескел қателікке жол берді. Оның тепкен добы аспанға әуеледі. Әйтеуір басқа ойыншылардан тепкен доптары қақпаға тура барып, қақпашы сейв жасады ғой. Ал Рамостың тепкен добын жанкүйерлер күлкі мазаққа айналдырды. Роналду. Криштиану Роналдудың Ювентус сапындағы өткізген мансабын әркім әртүрлі бағалайды. Бірі қаншама голдар соғып жап-жақсы ойнап шықты десе, ал басқалары чемпиондар лигасын жеңбегендіктен сәтсіздікке теңейді. Расымен де Роналдудың Ювентус командасында чемпиондар лигасы турнирінде жолы мүлдем болмады. 2021 жылы 8-1 финалдық кезеңде Ювентус соншалықты мықты емес саналған Портумен кездесті. Бірінші матчта 0-1 есебімен жеңілген туриндіктер қарымта ойында есе қайтаруға тиіс болды. Алайда матч Роналду үшін де, Ювентус үшін де аса сүреңсіз аяқталды. Әсіресе бұл ойын Роналдудың үлкен қателігімен есте қалды. 117-ші минутта қақпадан алыс нүктеден айып соққысын орындаған Порту ойыншысы гол соғып кетті. Бұл сәтте тосқауылда тұрған Роналду артқа бұрылған бетте добоның екі бұтының арасынан өтіп кетті. Түптің түбінде Ювентус екінші жыл қатарынан чемпиондар лигасындағы жарыста мерзімінен бұрын аяқтады.
Джерард. 2014 жылдың сәуір айы ағылшын премьер-лигасында чемпион анықталар сәт жақындаған кез болатын. Ливерпуль ұжымы көптен күткен чемпиондыққа қол жеткізуге өте жақын болды. Энфилд стадионында маусымның аса маңызды ойындарының бірінде Ливерпуль Челсиді қабылдады, және оларда жеңіске жетуден басқа ешқандай вариант болмады. Алайда мерсисайдтықтар үшін барлығы өте сәтсіз аяқталды. Ойынның бірінші таймы аяқталар тұста күтпеген жерден қателік орын алды. Басқа клубтың капитаны Стивен Джерард жоқ жерден допты қабылдамақ болған кезде сүрініп қалып, допты іліп әкеткен Демба Ба еш кедергісіз қақпаға гол соқты. Ол жай ғана шалынып қалу емес еді. Бұл Ливерпульдің арманынан айырылған сәт болды. Команда сол матчта 0-2 есебімен жеңіліп, кейін чемпиондықты Манчестер Ситиге беріп қойды. Джерардтың сол сүрінуі футбол тарихындағы ең өрескел әрі ең өкінішті қателіктердің бірі болып есте қалды. Лукаку. Ромелу Лукаку деген кезде көптеген футбол жанкүйерлерінің ойына бірден мемдерге толы күлкі келетіні жасырын емес. Десе де біз бұл шабуылшының әжептәуір мықты екендігін жоққа шығарудан аулақпыз. Қателіктер бәрінде болады. Бірақ расын айту керек, дәл Лукакудың бос қақпаға гол соға алмай қалып көп қателесетіні баршаға бұрыннан мәлім. 2022 жылғы әлем чемпионатында Бельгия құрамасы үлкен сәтсіздікке ұшырап ұятқа қалды. Олар негізінен турнирді жеңіп алуға фавориттердің қатарында болған, бірақ қайдам, олар тіпті топтық кезеңнен аса алмады. Топтық кезеңнен плей-оффқа шығу тағдыры шешілген Хорватиямен болған ең маңызды матчта танымал шабуылшы Лукаку қаншама өрескел қателіктерге жол беріп, құрамасын ұятқа қалдырды. Әріптестерінің шайнап берген пастарын пайдалана алмаған ол, таза гол соғатын 4 мүмкіндікке ие болып, бірде-бір рет гол соға алмады. Нәтижесінде ойын 0-0 есебімен тең аяқталып, бельгиялық құрама жарыспен тым ерте қош айтысты. Кариус. 2018 жылы Чемпиондар лигасының финалында Ливерпуль мен Реал нағыз мықтылар күш сынасқан болатын. Ойын бастан аяғына дейін өте тартысты өрбіді. Алайда неміс қақпашысы Лорис Кариус бұл ойында бір емес 2 рет баланың қателігін жасап, өз командасını жеңістен құр қалдырды. Дәл Кариус жасаған қателіктер ойын тағдырына тікелей әсер етті. Оның қателіктері болмағанда негізі Ливерпуль Реалмен тәп-тәуір теке тіресіп жатқан еді. 51 минут. Алдымен ол допты қарсы шабуылшысы Карим Бенземаның аяғына салып бере салып гол өткізді. Кейінен 83 минутта Гарет Бейлдің алыстан бағыттаған жай ғана соққысын қайтара алмай, қақпасына қайтадан гол өткізіп алды. Сәтсіз өткен ойын аяқталғаннан кейін ол көзіне жас алып, жанкүйерден кешірім сұраумен болды. Негізінен бір жағынан қақпашыға обал болды. Ол аса ауыр психологиялық соққы алды. Бұдан кейінгі мансабы тіптен оңбай кетті. Бір ойындағы қателіктер оның бүкіл мансабын құрдымға жіберді. Сол финалдан кейін жанкүйерлер арасында Кариустың есімі қателіктің символына айналды. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса лайктарыңызды басуды, сондай арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Бізде басқа да өте қызықты видеолар жетерлік, көруге кеңес береміз. Келесі кездескенше аман болайық.